көрермендер. Ассалаумағалейкум, Ақтөбе қаласының тұрғындары. Қайырлы күн, Река телеарнасының кішкентай көрермендері. Салауатты өмір салты, денсаулық кепілі. Салауатты өмір салты ең әуелі денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Қымбатты көрермендер, байқағандарыңыздай, бүгінгі бағдарламада салауатты өмір жайлы сөз қозғамақпыз. Бейбарыс, таңғы жаттығуды күнделікті жасайсың ба? Иә, күнделікті жасауға тырысамын. Алия, сенші? Мен шынымды айтсам, ұмытып кетем. Алия, көңіл күйіңді түсірме. Бағдарламамыздың сергек бол айдарында бірге жаттығатын боламыз. Сәлем, Река телеарнасының кішкентай көрермендері. Сіздердің жазғы демалыстарыңыз қалай өтуде? Сіздермен бірге сергек бол айдары. Ендеше біздің бірінші жаттығуымыз. Қолымызды белге қойып, басымызды оңға және солға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі біздің жаттығуымыз қолымызды жартылай бүгіп, алдыға және артқа айналдырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Артқа 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу қолымызды белге қойып, оңға солға тартыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Біздің төртінші жаттығуымыз қолымызды тіземізге қойып, аяғымызды ішке және сыртқа айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сыртқа 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ең соңғы жаттығуымыз. Қолымызды белге қойып, аяғымыздың ұшын оңға және солға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Достар, осымен жаттығулар тізгіні аяқталды. Әрдайым шындығып жүріңіздер. Сау болыңыздар! Аделя, Бейбарыс, сендер спорт сөзін латын қарпімен қалай жазылатынын білесіңдер ме? Иә, әрине, жеңіл сөз. Бірақ күрделі сөздерді жаза алмаймын. Олай болса, Бейбарыс, Алия, латын әліпбиін үйрететін айдарға кезек берейік. Сәлем, достар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Достар, біз сіздермен латын әліпбиінің жаңа сөздеріне саяхат жасаймыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Әр сенбі сайын Река телеарнасы қосылы болсын. Бейімбет, жаңа әріппен таныспастан бұрын менің саған қояр сұрағым бар. Қоя ғой, Жұлдыз. Сен өзің денсаулығыңды қалай күтесің? Мен спортпен шұғылданамын, таңертең үнемі жүгіремін. Ал сен ше? Мен таңертең тұрғанда жаттығулар жасап, пайдалы жемістер, көкөністер жеймін. Керемет. Ал біздің досымыз Салтанат өз денсаулығын қалай күтеді екен? Сұрап көрейік. Қазақ әліпбиінің латын қарпіне көшу үдерісін ақш-тағы қазақ диаспорасы қуана қолдайды. Осыдан 2 жыл бұрын Америкадағы Мэриленд штатында қазақ тілін үйрететін арнайы курс ашылған болатын. Қатысушылар қазақ диаспорасының өкілдері, қазақ отбасылары болатын. Осылайша ақш-та жыл санап қазақ тілін үйренушілердің қатары көбейіп келеді дейді Қазақ Америка қауымдастығының вице-президенті Аяулы Ақылхан. Осылайша Қазақстанның жаңа заманауи технологиялар әлеміне енуіне мүмкіндік бар және бұл мүмкіндікті арттыруға латын қарпі тікелей әсер етеді. Латын қарпі арқылы қазақ тілі барша ұлт өкілдеріне қолжетімдірек болмақ. Сәлем, Салтанат. Сәлем, балалар. Бүгінгі күндерің қалай өтуде? Жақсы. Салтанат, саған қояр бір сауалымыз бар. Қоя ғой, ол қандай сауал? Сен өз денсаулығыңды қалай күтесің?
Мен әрдайым жаттығулар жасап, пайдалы тағамдар жегенді ұнатамын. Пайдалы тағамдарға көкөністер мен жемістерден бөлек, жаңғақтар мен сүт тағамдары да өте пайдалы. Бейімбет, Жұлдыз, жаңа әріптермен таныспастан бұрын бағдарламамыздың алдыңғы сандағы әріптерді бір қайталап өтейік. К, Х. Бейімбет, сен К әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Мен К әрпінен басталатын көлік сөзін білем. Жарайсың. Көлік, Ал Жұлдыз, сен Қ әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Қалам. Жарайсың. қалам, Бейімбет, Жұлдыз, жаңа әріптермен таныспастан бұрын сөз жұмбақ ойынын ойнасақ қалай қарайсыңдар? Жақсы. Олай болса, көрермендерімізге сөз жұмбақ ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Бос ұяшықтарға сөздерді дұрыс орналастыру арқылы негізгі бағандағы сөздерді табуға ықпал етесіздер. Ал ендеше бастаймыз ба? Иә. Алғашқы сөзді жұмбақ қою арқылы тауып көрейік. мұртын сипап күн бойы, бетін сусы жуады. Тысырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Жауабы мысық. Жарайсың. Енді мысық сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне алғашқы сөзді деп таптық. Мысық, Енді мен екінші сөзді жасырайын. отқа жанбайды, суға батпайды. Жауабы мұз. Жарайсың. Енді мұз сөзін жазып көрсетейін. Мұз, Енді мен әдеттегідей жұмбақ емес, танымды бір сұрақ қояйын. тарихи ескерткіштер, өнер туындылары сақталатын мекеме қалай аталады? Мен білемін, ол мұражай. Жарайсың. Енді мұражай сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне мұражай сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Мұражай, Енді келесі сұрағымызға көшейік. өнегелі ойды тұспалдап жеткізетін шығарма, көбіне өлең түрінде келетін жанр қалай аталады? Салтанат, мен білем, ол мысал. Жарайсың. Енді мысал сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Мысал, Енді келесі жұмбақтың жауабын тауып көрейік. толғалы кең иығы, мұнара оның тұрағы, жер астының сұйығы фонтан болып шығады. Мұнайшы. Жарайсың, Бейімбет. Енді мұнайшы сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне мұнайшы сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Мұнайшы, Мінекей құрметті көрермен, сөз жұмбағымыздың жауабы бүгінгі тақырыбымызға сәйкес мұрын сөзі. мұрын, Бүгінгі біздің өтетін алғашқы әріпіміз М әріпі. Енді М әріпін латын қарпімен таңбалап көрсетейін. Мынау үлкен М әріпі. Ал мынау кішкентай М әріпі. Бейімбет, сен де жазып көр. Жарайсың, Бейімбет. Енді Жұлдыз, сен де жазып көр. Жарайсың, Жұлдыз. М, Міне біз М әрпімен таныс болдық. Енді келесі әріппен таныспастан бұрын әдеттегідей жұмбақтарға кезек берейік. Ендеше менің алғашқы жұмбағым мынадай. тастан тасқа секіреді, қалқиып қос құлағы, ойын болып көкірегі, аула оның тұрағы. Мен білем, лақ.
Жарайсың Жұлдыз, енді лақ сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Не бұл латын қарпімен жазылған лақ сөзі. Лақ. Енді менің келесі жұмбағыма кезек берейік. Терісі сары, еті дәрі. Мен білемін, лимон. Жарайсың Бейімбет, енді лимон сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне лимон сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Лимон. Біздің бүгінгі танысатын жаңа әрпіміз Л әрпі. Енді мен Л әрпінің таңбалануын көрсетейін. Бейімбет, сен де жазып көр. Енді Жұлдыз, сен де жазып көр. Л. Жарайсың Жұлдыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі үйренген жаңа әріптерімізбен одан басталатын сөздерді қайталап жүріңіздер. Латын әліпбимен жақынырақ таныс болу мақсатында Android үшін 5 мобильді қосымша жасалған. Олардың екеуі ересектерге, үшеуі балаларға арнайы жасалған. Мұнда сөз табу, диктант жазу, әріптерден сөз құрату сынды тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмаларды белгілі бір уақыт аралығында орындап, келесі деңгейге өтуі қажет. Бұл қосымшалардың басты мақсаты жаңа әліпбимен таныстыру және де сауатты жазу дағдысын қалыптастыру болып табылады. Достар, осымен біздің айдар аяқталды. Достар, қоштаспастан бұрын бүгінгі айдарымыздың санды өткен әріптер мен сөздерді тағы да бір рет қайталап өтейік. М. Мысық. Мұз. Мұражай. Мысал. Мұнайшы. Мұрын. Л. Лақ. Лимон. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мысық. Кошка. Кэт. Мұз. Лед. Айс. Мұражай. Музей. The museum. Мысал. Пример. Example. Мұнайшы. Нефтяник. Oilman. Мұрын. Нос. Nose. Лақ. Козленок. Goatling. Лимон. Лимон. Lemon. Бейбарыс, денеңді шынықтырып тұрсың ба? Иә. Ал сен гантельмен қолыңды шынықтырасың ба? Иә, әрине. Сол гантельді қолдан жасай аласың ба? Жоқ, ал бұл мүмкін бе? Әрине мүмкін. Бағдарламамыздың қолөнер, сырлы өнер айдарында барлығы мүмкін. Ендеше сол айдарға кезек берейік. Иә, қымбатты көрермендер, қолөнер, сырлы өнер айдарын бірге тамашалайық. Сәлеметсіздер ме, жас достар? Сәлем көрермендер. Сәлем достар. Жазғы каникулды қызықты, әр пайдалы етіп өткізіп жатырған боларсыздар. Иә, мен отбасымен басқа қалаға демалуға бардым. Ал мен отбасымен қала сыртына, табиғатта, таза ауада серуендеуге бардым. Дұрыс, ойыңды жинақтап, сезімді сергітуге, таза ауамен тыныстап, суға түсіп, жаяу жүрудің пайдасы өте зор. Шу кезде біздің денсаулығымыз жақсы болады ма? Әрине, тәні саудың жаны сау деп бекер айтылмаса керек. Білім алуға деген құлшынысымыз жоғары болу үшін, салауатты азамат болып өсу үшін біздің әрқашан денемізді, бойымызды таза ұстап, суға түсіп, спортпен шұғылдануымыз қажет. Апай, мен спорттың көптеген түрлерін білемін. Айта қойшы, қандай спорттың түрлерін білесің? Футбол, волейбол, баскетбол ойнау, жүгіру, секіру. Жақсы, ал Нұрай, сен спорттың қандай түрлерін білесің? Гольф, шахмат, ауыр атлетика. Өте жақсы. Медина, сен спорттың қандай түрлерімен шұғылданасың?
Мен күнде таңертең жүгіремін. Нұрай, сен ше? Мен жүзуді ұнатамын, бассейн секциясына қатысам. Өте жақсы. Спорт біздің денемізді ширатып, денсаулығымызды нығайту үшін пайдасы өте зор. Олай болса, біз бүгін спорт жабдықтарының бірі гантельді жасап үйренеміз. Дайынбыз ба, балалар? Я! Ендеше бастайық. Ол үшін бізге пластикалық бөтелке, құм, түрлі түсті скотч, әсемдеуге арналған скотчтар, қайшы, таяқ және түрлі түсті гуаштар мен қылқалам қажет. Ең бірінші пластикалық бөтелкенің жоғарғы жағын және төменгі жағын түзу етіп қиып аламыз. Жұмыс жасау барысында көрермендер қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаймыз. Бөтелкені екі бөлікке бөліп кесіп алғаннан кейін біз бұларды бояймыз. Балалар, сендердің сүйікті түстерің қандай? Менің сүйікті түсім сары мен жасыл. Ал сенің ше, Нұрай? Менікі де сондай. Жақсы, ал осы екі түсті үш тілде қалай айтасыңдар, білесіңдер ме? Я. Айта қош? Сары, желтый, yellow. Тамаша. Жасыл, зеленый, green. Жақсы. Олай болса, біз жасыл түске бояймыз. Құрметті кішкентай көрермендер, қазір Медина мен Нұрай өздерінің сүйікті түсі жасыл түске бөтелкелерді бояп шығады. Кішкентай көрермендер, біздің жасап отырған гантеліміздің қандай пайдасы бар екен, мен сіздерге айта кетейін. Гантель қолдағы артық майды арылтып, қолдың бұлшық етін нығайтуға, ширатуға, бел, қаңқа сүйектерін қатайтуға арналған спорт жабдықтарының бірі. Қолымыздың бұлшық етін ширату үшін гантельді 2 ай бойы үздіксіз, таңертең және кешкісін 20 рет жоғары және қапталға көтеріп түсіруіміз қажет. Егер осы жаттығуды үздіксіз орындасаңыз, қолыңыздың бұлшық еті нығайып, мықты болады. Апай, біз бояп болдық. Енді не істейміз? Енді біз мына таяқшаға бөтелкенің екі ұшын кигіземіз. Ал енді дайындап қойған құмымызды осы бөтелкелерге құйып, қақпағын жауып, мықты болу үшін скотчпен бекітеміз. Бұйымымыздың жасыл түсіне сай, таяқшамызды жасыл скотчпен ораймыз. Нұрай, сен маған көмектесші? Апа, енді болдық па, аяқтадық па? Иә, жақын қалдық. Енді гантелімізді әсемдеу үшін әрлеуші скотчтарды пайдаланып, гантелімізді әдемілейміз. Қолды шынықтыруға арналған гантельдерді жасап аяқтадық. Сіздер де үй жағдайында осындай гантельдерді жасап, қолдарыңызға жаттығу жасауларыңызға болады. Осымен бүгінгі біздің айдарымыз аяқталды, көрермендер. Біздің келесі айдарымызды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Құм, песок, сән. Пластикалық бутылка, пластиковая бутылка, пластик ботл. Скотч, скотч, скотч. Таяқ, палка, стик. Гантель, гантель, дампел.
көрермен, сіздер қандай спорт түрлерімен айналысқанды ұнатасыз? Мысалға, мен жүгіргенді ұнатамын. Себебі жүгіру көңіл-күйді көтеріп, артық салмақ пен ұйқысыздықтан күресуге жол береді. Ал менің жақсы көретін спортым ол күрес. Күрес бұлшық еттерді жаттықтырады. Жаздың ыстық күндерінде тағы бір пайдалы спорт ол жүзу. Жүзу салқыннан пайда болатын түрлі ауруларға шалдыртпай төзімділікке тәрбиелейді. Жүрек қан тамырлар жүйесі де сізге алғысын білдіреді. Себебі жүзу жүрек соғысына игі әсер етіп, қан тамырларын жүйеге келтіреді. Сонымен қатар бұл спорт түрі сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бұл спорт түрімен айналысқан адамның тыныс алу мүшесі жақсы қызмет атқаратын болады. Ал енді қымбатты көрермен, қызықты да тадымды айдарымызға кезек берейік. Армысыз, Рика телеарнасының сүйікті көрермендері. Қайырлы күн. Сәлем достар. Балалар, айтындаршы, осы адамдар неліктен бір-бірімен амандасады? Өйткені адамдар бір-бірінің қалдарын сұрайды. Дұрыс айтасың. Балалар, ендеше менің сұрағыма жауап бере қойыңдаршы. Адамның денсаулығы мықты болу үшін немен айналысуымыз керек? Спортпен айналысу керек. Жарайсың. Ендеше келесі сұрақты Бексұлтан сен қоя ғой. Дені сау балдар қандай болады? Ал аурушаң балалар ше? Дені сау бала тамақты жақсы ішеді, ұйықтарда жақсы ұйықтайды. Спортпен шұғылданады, көңілі жақсы болады. Құрметті көрермен, қазір біз балалармен бірге сіздерді адамның дене мүшелерімен таныстыратын боламыз. Ал қанеке балалар, біздің көрермендерге осы суретке қарап адам дене мүшелерін таныстырып өтіңдерші. Басы, мойны, қолы, кеудесі, аяқтары. Құрметті көрермендер, ойын ойнап көрейік. Осы ойынды біз кішкентай достарымызбен ойнайтын боламыз. Құрметті көрермен, ойын шарттарын таныстырып өтейін. Қазір біздің кішкентай достарымыз осы бөлік арқылы адам денесін құрастыру қажет. Нұрсәуле, қолындағы не бол? Дорба. Нұрсәуле, ауыл не үшін қажет? Біз қазір кішкентай бүлдіршіндерімізбен бірге ойын ойнайтын боламыз. Ол ойынның аты ғажайып дорба. Яғни достарымыз осы дорбаның ішіндегі ойыншықтарды алып, сипап сезу арқылы ол ойыншықтың атауын айту қажет. Қанеке, сен бірінші келе ғой. Сен қандай зат ұстап отырсың? Шар. Көрсете ғой. Дұрыс таптың. Келесі. Сен қандай зат ұстап тұрсың? Киіндір. Көрсете ғой. Жарайсың, дұрыс таптың. Келесі келе ғой. Сен қандай ойыншық ұстап отырсың? Яқты киіндір. Дұрыс таптың, жарайсың. Келесі келе ғой. Сен қандай ойыншық ұстап тұрсың? Сағат. Көрсете ғой. Дұрыс таптың, жарайсың. Құрметті көрермен, байқағандарыңыздай, біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз барлығын дұрыс тапты. Біздің қызықты әрі танымды айдарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Адам, человек, person. Бас, голова, head. Мойын, шея, ник. Қол, рука, arm. Кеуде, грудь, chest. Аяқ, нога, leg. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өзінің мәресіне жетті. Кішкентай бүлдіршіндер, сіздер де өздеріңіздің әр күндеріңізді спортпен байланыстырыңыздар. Салауатты өмір салты денсаулық кепілі екенін ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше Сау болыңыздар.
Замау аппаға кеңнің тілегісің, кеудеде соққан араңның жүрегісің. Көктегі күнім қызғалдақ гүлім ау өмірімнің, өлшеусіз бағы екенің өзің ой білемісің. Шолпаны менің таңымның, раушаны айран бағымның, аяулы қызым саясы менің ой жанымның. Жаралған мөлдір сезімнен, айналдым сенің көзіңнен, асықпын күнге сырласы тұғын ой өзіңмен. Моя дочка, моя радость и жизнь, мой цветочек, свет и сладость души, что всех милее, что так лелеют мать и отец. Солнечный лучик, маленький ключик от наших сердец. Звездочка ясной нам свети, розы прекрасную расцвети, чувства сильнее сердца ради мне найти. Пусть будет чистой твоя краса, счастье учится в твоих глазах. Не нагляжусь я, жду, не дождусь я, чтоб это сказать. Dear daughter, you father's wonderful dream.